Жекеге жазып атқандарға бір ответ қылып қазір салып жіберейін, иә. Мына жақта жазып атсыздар. Каспий көтеріліп еді, қайттан құлап жатыр, не болады? Алтын гол көтеріліп еді, енді қайттан құлап жатыр, не болады? Мен қымбат қалып қойдым. Мен бүйтіп қойдым, мен сөйтіп қойдым деп. Мына Каспий банктың примерін өзінен алайық. Ана күні бағасы 40-қа дейін жетті, қазір бағасы минус 3100 теңге деп көрсетіп тұр, иә. Бұл енді дивиденд береді деген жаңалыққа реакцияның бірі ғана, иә. Қанша ұзақ уақыт құлағанымен ана жолы дивиденд деп еді, кішкене инвесторлар алды, бірақ андай былайша айтқанда ажиотаж болған жоқ қой, иә. Баға өскен жоқ. Сондықтан сатып алудан сату көп тұр, міне көріп тұрсыздар ғой, иә. Жасыл мен қызылды бүйтіп қарай берсеңіздер болады, покупка продажа дейді. Мына жақта саны мен покупка мен продажаның саны екі түрлі, иә. Значит, онда қатты қызығушылық жоқ, көбісі сатып жатыр деген понятиеда. Ары қарай поддержка болған жоқ, вау эффект болған жоқ, иә. Енді дивиденд төлейтін кезде, жақындаған кезде мүмкін баға өсер. Бірақ сіздер бүйтесіздер, бір қарайсыздар, күніге кіресіздер, ана бір қарайсыздар, сосын алтын голдты бір қарайсыздар, мынандай болып жатыр, андай болып жатыр, что-то несі кейде үстеді, BCC инвесті кейде үстеді ше, графикті көрсетпей қояды кейде, чуть-чуть технически нашарлау да бұлардың несі приложениялары. Енді мысалы қазір почти 11 000 теңге болып тұр, иә. Но психологически 10 деген отметкаға жетіп тұр ғой, мысалы типа 10 000 теңге деген сияқты. Енді егер мынандай екі түрлі инвестор болады, біреу күніге өстіп қарай береді, мынанша болды, анау мынша болды. Мысалға, иә, стратегияларыңыз әртүрлі ғой. Әркімдікі әртүрлі өстіп қарайды, мынау өстіп түсіп кетті, анау бүйтіп көтеріліп кетті, күніге қарайды. Идеальный жақтан ход тапқысы келеді, иә. Мысалға бүйтіп алайық, Народный банк тіпті қарап отырады да, 6 айда мына бір идеальный ход іздейді. Мен жақтан алсам, потом біраз уақыттан кейін бүйтіп көтерілсе дегенде, сіздер ешқашан, иә, мына биржаны, бағалы қағаздар нарығын, нені трейдинг сияқты мысалға, ешқашан идеальный ход таба алмайсыздар. Идеальный ход болмайды негізі ше. Ешқашан идеальный ход болмайды. Былай болсын, өйткені нарық құбылмалы, иә, оны никак алдай алмайсыздар. Егер үнемі өйстіп қарап отыра беретін адам, мысалға, иә, андай болды, анан қазір народный мен сатам, сөйтем да алтын голд алам, потом бүйтем, анан сөйтем деп бір ақшаны айдап отыра береді. Ондай адам көп ақша жинай алмайды. Сразу айтайын сіздерге. Жүз жерден сен өзіңді керемет инвестормын деп ойласаң, олай тез жете алмайсың. Қандай адам жете алады? Мысалы, сен айлығың қарапайым алайық, 200 000 теңге деп алайық, қарапайым. 200 000 теңге сен енді бастап жатсың. Сөйтесің да, сен ай сайын мына акцияларды алу үшін определенный бір бюджет бөлесің. 50 000 деп алайық, иә. Барлық шығындарды 40-тың 150 000-ға күн көресің, 50 000-ға сен инвестиция жасайсың. Мына акция, например, мына акция мынандай болса да сен аласың 50 000-ға. Потом келесі айда ол акция мынандай тұрғанда да сен 50 000-ға алдың. Сосын ол бүйтіп көтерілгенде де сен 50 000-ға допустим алдың, иә, акцияны. Жалғыз мынау емес, енді әртүрлі акция болады, немесе ETF па, облигация ма, иә, өзің көресің. Мысалы, әртараптандырасың ғой бәрібір. Сөйтіп сен бөліп отырсан, стратегия бойынша ай сайын 50 000 бөліп отырып, допустим, 5 жыл, иә. Сен күніге қарап ананы ми ашып бүйтіп сығалап отырған адамнан, сен ай сайын қатты эмоцияға берілмей, сол 50 000-ға алып отырсан бағалы қағаздарды, сен одан 5 есе, 10 есе көп ақша табасың. Сенің портфелің сөйтіп өседі. Ана бірінші инвесторға қарағанда сен пакетің, портфелің анағұрлым өседі. Неге сен үйге қатты эмоцияға берілмейсің? Сен стратегияң бар. Сене сложный процент жүре бастайды. Сен міне мынандай бағаға алып қойдың ба? Келесі айда тағы алдың ғой мынандай бағаға. Болды, сенікі уже бағаң орташаланады.
усреднение цены дейді орысша. Сондай термин бар, қарап оқыдыңыздар. Қымбатталып қойдың ба, келесі айда арзан қалдың. Кішкене анау тағы көтерілді ма, 10%-ке тағы алып қойдың. Ол сосын 5%-ке түсті, сен тағы алдың деген сияқты. Кішкене мышленияларыңызды өзгертіп, солай басқаша қырынан қарап көріңіздер. Өйтіп қатты паникаға беріліп, психологически шыдамасаңыздар, жоқ қойыңыздар. Келесі айлықтарыңыз түседі ғой 50 мың, 20 мың таптың, қос 70 мың қыл, дополнительно тапсаң. Дивиденд алдың, оны да шығармай қойып қой, жыбырламай сол жерде тұрсын, оны алды, ары қарай тағы қос. Мысалға, сол кезде сен қатты эмоцияға берілмесең, тұрақты түрде бір нәрсен қайталап істей берсең, уже өзіңе де әдет болып кетеді, сен былай қатты қорықпайсың уже. Кішкене ана портфель өсе бастайды, сен уже басқашаға көзқараспен қарайсың. Сондықтан қазір көтеріле ма, өсе ма, қатты эмоцияға берілмей, тыныш өздеріңіздің стратегияларыңызды таңдап істеп отыра беріңіздер. Мен қысқаша сіздерге осыны айтқым келген.